Оқиға Сібірдегі түрмеден басталады. Онда әртүрлі елдерден келген тұтқындар ұсталады. Бұл жерден қашу дерлік мүмкін емес. Түрме мыңдаған шақырым қар мен тығыз ормандармен қоршалған. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін кеңестер мыңдаған адамдарды тұтқынға алып, оларды көмір шахталарында күндіз-түні жұмыс істеуге мәжбүр еткен. Түрменің өзі қатаң күзетілмеген, бірақ ешкім қашуға батылы бармаған. Қабырғалардың ар жағында шексіз қарлы дала, ең жақын елді мекеннен мыңдаған шақырым жерде орналасқан мұзды шөл жатыр. Егер біреу қашуға тырысса, Сібірдің қатыгез суығы олардың тағдырын шешеді. Бұл мұзды және үнсіз жерде ешбір тұтқын еркіндікті армандай алмаған. Тұтқындардың арасында Януш есімді поляк армиясының офицері бар. Ол бірнеше қылмысқа жалған айыпталып, мойындауға қол қоюға мәжбүрленеді, бірақ бас тартады. Ашуланған тергеу офицері Януштың әйелін әкеледі. Көз жасы ағып, ол Януштың күйеуі екенін, коммунистік партияны жек көретінін және Польша мен басқа елдер үшін тыңшылық жасайтынын айтады. Януш таңғалып қалады, бірақ оған қарағанда шындықты түсінеді. Олар әйелін азаптап, жалған мәлімдеме беруге мәжбүрлеген. Осы өтіріктің негізінде Януш тыңшылық үшін 20 жылға сотталып, Сібірдегі ГУЛАГ еңбек лагеріне жіберіледі. Түрме бастығы тұтқындарға бұл лагері ғана емес, бүкіл Сібір олардың түрмесі екенін айтады. Егер олар қашып кетсе де, жергілікті халық қашқынды өлтіргені үшін көп ақша алады деп оларды өлтіреді. Кейін барлық тұтқындар тамақ алу үшін кезекке тұрады. Сол кезде Януш аш қарт тұтқынды көріп, өз тамағын береді. Мұны көрген мистер Смит есімді адам Янушқа мұнда адамгершілік жоқ екенін, егер басқаларға тамақ берсе, оның күнделікті тамағында екіге бөлетінін айтады. Содан кейін Януш Кабара есімді актер болған тұтқынмен кездеседі. Кабара Янушқа кинофильмде бай адамның рөлін ойнаған үшін 10 жылға сотталғанын айтады. Януш одан қашудың жолы бар ма деп сұрайды. Кабара жоқ деп жауап беріп, қашу туралы ойламауды, әйтпесе өлтірілетінін ескертеді. Келесі күні барлық тұтқындар орманға ағаш кесуге барады. Осы кезде Януш қашуға болатын жер іздейді. Кешке Кабара Янушқа қашу жоспары бар екенін айтады. Ол Януш сияқты батыл және қорықпайтын серік күткен. Кабара жоспарын түсіндіріп, шамамен 500 шақырым жерде Байкал көлі бар екенін, оның жағасынан оңтүстікке қарай жүрсе, Транс-Сібір темір жолына жететінін, одан әрі Моңғолия шекарасына жетуге болатынын айтады. Бірақ алдымен қыс мезгілі аяқталуы керек, сонымен қатар жолға жеткілікті тамақ жинау қажет. Олар күнделікті аз-аздап тамақ жинай бастайды. Бір күні Януш, мистер Смит және басқа тұтқындар өмір сүру өте қиын болған көмір шахтасына жұмысқа барады. Осы кезде Януш галлюцинация көріп, өз үйін көреді. Мұны көріп, ол үйіне қарай жүреді. Сол сәтте күзетші оны атуға дайындалады, бірақ мистер Смит оны ұстап, өмірін сақтап қалады. Януш мистер Смитке Кабараның қашу жоспары туралы айтады. Мистер Смит Кабараның жоспары жоқ екенін, ол жаңа тұтқындарға осылай сөйлейтінін айтып, егер Януш қашқысы келсе, өзі онымен бірге екенін жеткізеді. Януш неге онымен қашқысы келетінін сұрағанда, мистер Смит оның жақсы адам екенін, адамгершілігі бар екенін, жолда бірдеңе болса көмектесетінін айтады. Бір түні қатты боран соғады. Януш Кабараға бұл қашуға тамаша уақыт екенін, боран олардың іздерін өшіретінін, күзетшілердің бағытын табуын қиындататынын айтады. Бірақ Кабара дайындықтары толық емес екенін, тамақты жеткілікті жинамағандарын айтып, бас тартады. Сол жерде болған ресейлік қылмыскер Валка есімді тұтқын олардың әңгімесін естиді. Валка Янушқа қашуға қосылғысы келетінін айтып қорқытады. Януш келісе. Сол түні Януш, мистер Смит, Валка және тағы 7 адам қашуға дайындалады. Кабара дайындық толық емес деп қосылудан бас тартады. Қашу үшін олар алдымен генераторды өшіреді. Ол 10 минут қана өшіп тұрады. Содан кейін сымдарды кесіп, орманға қарай жүгіре бастайды. Күзетшілер кейбір тұтқындардың қашқанын білгенде, орманға іздеуге шығады. Бірақ қатты боран іздерді өшіріп, олардың бағытын анықтауды қиындатады. Күзетшілер орманға иттерді жібереді. Ал боран тұтқындардың алға жылжуын да қиындатады. Валканың пышағының көмегімен олар ағаштың қабығын аршып, бетті толық жабатын маска жасайды және алға жылжиды. Таң атқанда олар лагерден өте алысқа жетеді, күзетшілердің жету мүмкіндігі жоқ жерге. Олар бір жерде отырып, өздерімен бірге алып шыққан тамақты жинайды. Ол бірнеше аптаға жетеді.
Біраз демалған соң олар жолын жалғастырады. Олар Байкал көлі арқылы Моңғолия шекарасына жетуі керек. Бұл әлі көп күн алады. Януш күннің көмегімен бағытты көрсетеді. Түн түскенде олар орманда тоқтайды. От жағу үшін бәрі ағаш іздеуге кетеді. Олардың бірі, Казик есімді бала, түнде нашар көретін, бұл туралы тек бір досы білетін. Казик ағаш іздеп жүріп, орманда адасып кетеді. Бәрі ағашпен оралғанда Казикті көрмейді. Оны іздей бастайды, бірақ таба алмайды. Таңертең олар Казиктің жақын жерде отырғанын көреді, бірақ өкінішке орай ол суықтан қатып өлген. Бұған бәрі қайғырады. Януш, бүгін еркін адам өлді дейді. Олар Казикпен қоштасып, денесін жерлеп, жолын жалғастырады. Көп күндер өтеді, олардың тамағы таусылады. Аштықты басу үшін олар жәндіктер мен құс жұмыртқаларын жейді. Шын мәнінде олар бір апта бұрын Байкал көліне жетуі керек еді, бірақ жолдан адасып, әлі алыс. Бір түні ұйықтап жатқанда жануарлардың дыбысын естиді. Жақындап тексергенде қасқырлардың жемтігін жеп жатқанын көреді. Олар қасқырларды қуып, жемтіктің етін жеп, аздап жеңілдік алады. Келесі таңда Януш бәріне Байкал көлін жалғыз іздеуге баратынын айтады. Егер бір аптада оралмаса, оны өлді деп есептеу керек. Януш көптеген қиындықтар мен ауыртпалықтардан кейін 3-ші күні Байкал көлін табады. Ол қайтып, бәріне көлдің бір күндік жерде екенін айтады. Осы кезде Януштың жағдайы нашарлаған, сондықтан оған қамқорлық жасайды. Келесі күні олар Байкал көліне қарай жүреді. Осы кезде оларды бір қыз бақылап жүргенін көреді. Қыз оларға ресейліктерден қашып жүргенін, бірнеше күн аш болғанын айтып, бірге алып кетуді сұрайды. Януш пен Вос қызға көмектескісі келеді, бірақ басқалары тамақтың жеткіліксіз екенін айтып, оны қабылдамайды. Олар қызды тастап, алға жылжиды. Байкал көлінің жағасына жеткенде, батпақта тұрып қалған бұғыны көреді. Олар бұғыны өлтіріп, бірнеше күнге тамақ алады. Кешке Вос қызды алып келеді. Олар оған тамақ беріп топқа қосады. Оның есімі Ирина. Келесі күні шомылып, жуынып, жолын жалғастырады. Жолда Ирина олармен жақын байланыс орнатады. Бірнеше күн жүргеннен кейін олар Транссібір темір жолына жетеді. Одан Моңғолия шекарасына 5-6 күн қашықтықта. Күндіз адамдармен шығыс болғандықтан, олар темір жолды түнде кесіп өтуді шешеді. Кешке олар Моңғолия шекарасына қарай жүреді. Бірақ Валка Янушқа ресейлік болғандықтан, одан әрі бара алмайтынын, осы жерде қалатынын айтады. Януш Валкамен қоштасып, алға жүреді. Моңғолия шекарасына жеткенде, олар Сталиннің суретін көріп, Моңғолияның да коммунистік бақылауда екенін түсінеді. Бұған көңілдері түседі, өйткені олар өмірлерін қатерге тігіп осы жерге жеткен, бірақ Моңғолияда қауіпсіз емес. Януш, Тибет арқылы Үндістанға барайық, ол қазір британдықтардың билігінде, сол жерде қауіпсіз болуымыз мүмкін дейді. Бірақ бұл үшін Гималай тауларын кесіп өту керек. Олар еркіндік үшін Гималайды кесіп өтуге бел буады. Ол әлі мыңдаған шақырым жерде. Бұл сапарда олар Улан-Ғайыр Гоби шөлінде кесіп өтуі керек. Олар батылдықтарын жоғалтпай алға жылжиды. Аштықты басу үшін шөлде тапқан нәрсені жейді. Шөлдерін басу үшін киімдерін суға малып сорады. Күннен қорғану үшін киімдерін пайдаланады, бірақ бұл жеткіліксіз. Жолда олардың жағдайы нашарлайды, сулары таусылады. Мистер Смит шығыста ағаштарға ұқсас нәрсе көріп, сол жерде су болуы мүмкін деп ойлайды. Януш бұл иллюзия екенін, оңтүстікке бару керектігін айтады, бірақ мистер Смит тыңдамай, ағаштар көрген жерге барады. Бақытына ол жерде шынымен құдық табылады. Олар қуанып көп су ішеді. Су болғандықтан бірнеше күн қалуға шешеді. Бірақ Януш тамақсыз әлсірейтінін, жүре алмайтындарын ескертеді. Олар мүмкіндігінше су алып, жолын жалғастырады. Сапар күннен күнге қиындай түседі. Осы кезде шөлде үлкен құмды дауыл соғады. Бақытына олар дауылдан аман қалады, бірақ суларының көбі төгіліп, босқа кетеді. Олар алға жылжиды. Жолда Ирина құлайды, аяғы қатты ісіп кеткен. Бірақ басқаларға кедергі болмас үшін жүруді жалғастырады. Біраз жүргеннен кейін Ирина қайта құлап, өкінішке орай қайтыс болады. Олар Иринаға құрмет көрсетіп, жолын жалғастырады. Бірнеше күннен кейін тағы бір серігі Томас өледі. Енді олар төртеу ғана қалады. Күндер олар өте әлсіреп, рухтары да түсіп кетеді. Мистер Смит Янушқа одан әрі бара алмайтынын айтады.
Януш оның бірнеше жыл бұрын ресейліктер өлтірген ұлының атын атап, рухын көтереді. Мистер Смит мотивация алып, бәрі жолын жалғастырады. Бірнеше күннен кейін олар шөлді кесіп өтіп, су бар жерге жетеді, онда жылан өлтіріп жейді. Тағы бірнеше сағат жүргеннен кейін олар Қытайдың ұлы қорғанына жетеді, бірақ Қытай мен Жапония арасындағы соғысқа байланысты Қытайға кіре алмайды. Содан кейін олар Тибетке қарай қарлы Гималайды өрмелей бастайды. Сапарда олар монастырға жетеді, онда оларды жылы қарсы алып, тамақ пен баспана береді. Монах оларға Үндістанға Сикким арқылы бару керектігін, бірақ қарлы дауылға байланысты қазір бара алмайтынын айтады. Бірақ Януш дереу кеткісі келеді. Мистер Смит Янушқа алқасаға, одан кейін Қытайдағы ақш әскери операциясына қосылу үшін баратынын айтады. Келесі күні Янушпен қалған екі адам Гималай арқылы сапарын жалғастырады. Біраз уақыттан кейін олар Сиккимге сәтті жетеді, онда ауыл тұрғындары оларға көмектеседі. Януш Польшаға 50 жыл бойы орала алмағаны анықталады, өйткені Польша әлі коммунистік бақылауда болған. 1989 жылы Польша еркіндікке жеткенде ғана Януш үйіне оралады. Ол галлюцинацияда көрген көріністің алдында тұрады. Бұл жолы ол есік жанындағы тастың астынан кілтті алып, есікті ашады. Үйде қартайған әйелі тұр. Бір-бірін көргенде олар эмоцияға беріліп құшақтасады. Осымен фильм аяқталады.